Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 19-шы сабақ буын және тасмалмен танысатын боламыз. Сөзді буынға бөлуді, сөздегі буын санын анықтауды, сөздерді тасмалдап жазуды үйренетін боласыңдар. Енді буын дегеніміз не? Тасмал дегеніміз не? Осыған тоқталайық. Буын дауысты дыбыс арқылы жасалады. Мысалы, әкел. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын бар болады екен. Әкел сөзінде әе дыбысы бар. Бұл жерде екі буын бар деген сөз. От сөзінде бір ғана дауысты дыбыс бар. Сондықтан бұл жерде от сөзі бір ғана буыннан тұрады екен. Ана, мереке. Бұл жерде де ана сөзі екі дауысты дыбыстан тұрғандықтан екі буыннан тұрады. Сөзді буынға бөлгенде екі дауысты дыбыстың ортасындағы дауыссыз соңғы буынға ауысады. Мысалы, адам, ағаш, осы сияқты. Енді и, ың, у екі дауысының ортасында келсе, екінші буынның басында айтылады. Мысалы, жаңа, тауық, осы сияқты. Енді келесі тапсырма, сөздерді буынға бөліп оқыңдар. Мысалы, ше, ке. Балалар, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болатынын естен шығармаймыз. Ал енді тасмал дегеніміз не? Тасмал жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасмалданады. Тасмалданбаған бөлігінен соң жарты сызықша дефис қойылады. Тасмалдауға болмайтын сөздер. Бір буынды сөздерді тасмалдауға болмайды және адамның атын тасмалдай алмаймыз. Бірінші жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Қаланың ортасымен Есіл өзен ағады. Қалада әсем ғимараттар көп. Онда Бәйтерек, Хан Шатыр бар. Нұр-Сұлтан қаласы әдемі. Ол маған ұнайды. Енді балалар, сандықшадағы ғимарат сөзіне назар аударайықшы. Ғимарат дегеніміз белгілі бір үлгімен салынған құрылыс нысанын айтамыз. Яғни, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай Бәйтеректің, Хан Шатырдың сызбалары арнайы бір үлгімен салынған құрылыс нысандары. Мәтін не туралы? Қане балалар, өз ойымызды айтайықшы. Мәтін еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы туралы екен. Қаланың ортасымен Есіл өзен ағады екен. Қалада әсем ғимараттар, Бәйтерек, Хан Шатыр орналасқан екен. Нұр-Сұлтан қаласы сондай әдемі екен. Келесі екінші жаттығуға қарайық. Сөздерді буынға бөліп жаз. Нұр-Сұлтан, Астана, қала сөздері беріліпті. Сөздер буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, ер сөзіне тоқталайық. Ер сөзінде бір ғана дауысты дыбыс бар, сондықтан бір ғана буыннан тұрады. Ата сөзінде екі дауысты дыбыс бар, сондықтан екі буын болады. Үшінші жаттығу. Сан реті бойынша буындардан сөйлем құрап айт. Әр сөздегі буын санын анықта дейді. Еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтан. Енді осы жердегі буындарды санайық. Бұл жерде 12 буын бар екен. Келесі сабақта кездескенше, келесі сабақта буынның ашық, тұйық және бітеу түрлерімен танысатын боламыз. Менің каналым ұнап жатса тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.